Құлагер поэмасы ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ильяста заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсымда сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған деп, ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндерімен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Ильястың поэмасында ақан өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса автор сол замандағы адамдар арасындағы көре алмаушылық сынды жағымсыз қасиеттің ел арасындағы әлеуметтік қоғамдық мәселенің сырын бүкпесіз ашады. Толғану атты алғашқы тарауда ақынның осы мәселелерге деген жеке көзқарасы, елі, жері жөніндегі ойлары жүрек төрінен тебіренісіп баяндалады. Құлагер поэмасының шоқтығы, биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы, атақты Сағынайдың асын өткізілуі аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүрегі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашында бітіміне көңілдер толмайды. Кейін құлагердің бабымен сынып күреңбай тап басып айтады. Сонымен қатар ақан осы астағы әртүрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халыққа әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Кекшіл батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын баса ауған жаққа кетіп қалады.